Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағы 105-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз қосу, яғни 20-ға дейінгі қосу мен азайтумен танысамыз. Бірінші сырым йогурттарды санады. Мысалдарға қара, оған есептеуге көмектеседі. Бірінші сырым 4 қосу 6 тең 10 деп бірліктерді қосқан екен. Екінші 14 қосу 6 тең 20. Бұл жерде бірінші бірліктерін қосып алып, одан кейін ондықтарды қосты. Екінші суретте азайту берілген, яғни 10 йогурттан 6 йогуртты алып тастағанда 4 қалды. Барлығынан есептегенде 20-дан 6-ны азайтқанда 14 қалды. Балалар өткен сабақтарда айтқандай, бірінші есептің бірліктерін қосып аламыз, ал егер азайтынды берілсе, бірліктерін азайтып, есепті толықтырып шығарамыз. Екінші есепте дейді. Бұл жерде азайтындылар берілген, дәптерімізге азайтып есепті шығарамыз. Есепте үшінші есеп, балалар не сатып алды дейді. Бірінші 50 азайту 30. 20, 20-дан 5 алсаң 15, 15-тен 5 алсаң 10, 10 теңгеге сонда Әлия қаймақ сатып алды. Келесі екінші есеп, 15 қосу 5 тең 20, 20 азайту 7 тең 13, 13-тен 10-ды алсаң 3, сонда сырым сүтті 3 теңгеге сатып алды. Жақсы балалар, келесі есепке назар аударайық. Есепті шығар, кері есеп құрастыр дейді. Дүкенге 20 литр сүт, одан 3 литр кем қаймақ әкелінді. Дүкенге неше литр қаймақ әкелінді? Сүт 20 литр, қаймақ 3 литр, кем. Қаймақтың неше литр екенін анықтауымыз керек. Ол үшін бізге шешуі сүттен қаймақты азайтамыз. 20 азайту 3-тен 17. Сонда дүкенге 17 литр қаймақ әкелінген екен. 3 түрлі сүт тағамының қосындысынан 10 саны шығатындай жинақ құр дейді. Мен міне балалар бірнешеуін құрдым. 5 қосу 3 қосу 2 тең 10, 6 қосу 3 қосу 1 тең 10, және 4 қосу 2 қосу 4 тең 10 сандары шықты балалар. Жақсы балалар, каналға жазылып алыңдар, сау болыңдар.